Сәлеметсіңдер ме? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы күн мен түн қалай ауысады. Сабағымыздың мақсаты сен күн мен түннің қалай ауысатынын білесің, күннің тәуліктік жолының қалай өтетінін түсінесің. Бүгінгі сабағымызда қолданатын тірек сөздер: күннің шығуы, күннің батуы, тал түс, түн ортасы. Шаманы өлше. Эврика қай шаманы өлшейін деп ойлады. Ол әрбір жағдайға сәйкес қандай өлшем бірлік қолданатынын суреттерге қарап анықта. Жыл неден құралады? Апта ше, сағат ше, тәулікті қандай бөліктерге бөлуге болады? Біріншісі сағат. Сағат минуттардан тұрады. Екіншісі аудармалы күнтізбе. Күнтізбе апталар тәуліктерден тұрады. Үшіншісі секундомер, ол секундтан тұрады. Жылдық, ол айлық күнтізбеден тұрады. Жыл айлардан, апталардан, күндерден құралады. Апталар тәуліктерден құралады. Тәулікті қандай бөліктерге бөлуге болады? Таң, күндіз, кеш, түн деген бөліктерге бөлуге болады. Пейзаждарды салыстыр. Фотосуреттерге қара, олар бір-біріне несімен ұқсайды, қалай ерекшеленеді, әр қайсысын қалай атауға болады. Оларды дұрыс ретпен орналастыр. Кеш қашан батады, таң қашан атады, неге олай ойлайсың, түсіндір. Әр суреттегі күннің орналасуына назар аудар. Пейзаждарды сипатта. Пейзаж дегеніміз табиғатты суреттейтін бейнелеу өнерінің жанры. Бірінші сурет ол таң атуы, екінші суретіміз таң бозарып келе жатқан суреті, үшіншісі тал түс, төрт кеш. Әртүрлі тәулік мезгілдері бейнеленген. Модель жаса. Күннің тәуліктік жолы қандай? Күн мен түннің біртіндеп алмасуын көрнекі көрсету үшін жердің күннің айналасындағы жылдық қозғалысын және жердің өз білігінен тәуліктік айналымын көрсетуге арналған құралды теллорийді пайдаланамыз. Егер ол жоқ болса, үстел шамы мен глобусты пайдалансақ болады. Осы кезеңде сұрақтар қоя отырып тәжірибе көрсетеміз. Глобусқа Нұр-Сұлтан қаласы немесе оқушылар тұратын елді мекен орналасқан жерге жапсырма жабыстырамыз. Шамды қосамыз. Глобусты ақырын айналдыра бастаймыз. Жапсырма шам жарығы түсетін аймаққа жеткен кезде глобусты тоқтатуымыз керек. Нұр-Сұлтан қаласында қазір күннің тікелей сәулесінің астында орналасқан деп айтуға болады ма? Астана тұрғындарына қазір күн жақсы көрінеді ме деп сұраңыз. Жоқ, күн енді ғана көрініп шығып келе жатыр. Глобусты Нұр-Сұлтан қаласына барынша жарық түсетінді етіп айналдырамыз. Қазір қалада тәуліктің қай мезгілі, күн сәулесі қалай түседі? Глобусты Нұр-Сұлтан қаласының оның жарық түспейтін жағында болаттай етіп айналдырамыз. Енді не айтуға болады? Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары қазір күнді қалай көріп тұр? Сыныпты 4 адамнан тұратын топтарға бөлеміз. Оқушыларға парақтар таратып береміз. Көкжиек сызығы бейнеленген және жоғарғы бұрышында көкжиек 4 бұрышына бағытталған нұсқалар көрсетілген үлгіні көрсетеміз. Әрбір топ мүшесіне тірек сөздердің біреуін таңдау керек. Парақшаның тиісті бөлігіне күнді саламыз. Күннің шығуы шығыста, көкжиектің астында, тал түс жоғары. Шамамен парақтың ортасына саламыз. Күннің батуы батыста, көкжиектің астында, түн ортасын саламыз. Әр топ жартылай дұрыс шеңбер құрып, өз суреттерін бір сызық бойына болатындай етіп көтеруі керек. Осылайша күннің тәуліктік жолының болжамды траекториясы жасалуы тиіс. Бірнеше тәуліктегі күннің тәуліктік жолын құрастырамыз. Ол үшін барлық оқушыларға реттілік бойынша жартылай шеңбер құрып тұрамыз. Таң ату, тал түс, кеш бату, түн ортасы. Балалар күннің аспан бойымен тәулік ішінде қалай қозғалатынын түсінеді. Зерттеу жұмысынан кейін алынған күннің тәуліктік жолын диаграмма, графика түрінде бейнелеп береді. Содан соң оларды бір кестеге қосуға болады.
ойлан, таң атпайын десе күн қоймайды деген мақалды қалай түсінесің? Осы сөйлемді шағын сызба суреттер, яғни инфографикалар түрінде жасырып көр. Жердің бір тәулік ішінде өз осымен бір рет айналып, ал бір жылда күнді толық бір айналып өтуіне байланысты айтылған. Сен білесің бе, полюстер ойша алғанда жердің ойысы өтетін екі нүкте. Полюстерде түн мен күн шамамен 6 айға созылуы мүмкін. Есте сақта, күн таңертең шығыстан шығып, бірте-бірте көкжиектен жоғары көтеріледі. Тал түсте ол ең жоғарғы нүктесіне жетеді, содан кейін күн төмен түсіп батыста батады. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.